Қайырлы күн, қазақ елі. Сіздермен бірге мен Мадина. Дәні де дертке дауа асқабақ жайлы әңгіме айтамыз. Асқабақтың ішіндегі дәнегі адам ағзасына қажет витаминдердің, минералдар мен амин қышқылдардың қоймасы екенін бірі білсе, бірі білмейді. Оның құрамында В, А, С, Д, Е және К витаминдері, сондай-ақ кальций, селен, калий, темір, магний бар. Ол мырыш пен асқабақ қышқылына да өте бай. Денсаулыққа пайдасы көп асқабақ тұқымын қандай ауруларда жеу керек екенін айта кетейік. Ұйқысыздық. Асқабақ тұқымында ұйқының бұзылуынан, соның ішінде ұйқысыздықтан зардап шегетін адамдарға жеу ұсынылады. Олардың құрамында бақыт гормоны деп аталатын серотониннің қалыптасуына қатысатын триптофан деп аталатын құнды амин қышқылы бар. Соның арқасында стресс деңгейі төмендеп, ұйқы жақсарады. Бүйрек аурулары. Асқабақ тұқымы бүйректі тазартуға, цистит пен холециститті емдеуге, сондай-ақ уролитияның дамуына жол бермейтін күшті табиғи зәр қуалайтын құрал. Сонымен қатар, асқабақ тұқымын зәр шығару жүйесі аурулары мазалағанда қолдануға болады. Сондай аурулары бар науқастарға асқабақ пен зығыр тұқымдарынан қайнатпа дайындап, оны күні бойы ішуге кеңес береді. Сүйек әлсіздігі. Асқабақ дәнектерінің құрамында мырыш көп. Ол сүйек тінінің нығаюына ықпал етеді және остеопороздың дамуына жол бермейді. Мырыш буындарға да пайдалы, демек артрит сияқты ауруларды да алдын алуға көмектеседі. Ішектегі паразиттер. Асқабақ дәнегі ішек құрттарымен күресудің ең танымал әрі тиімді тәсілдерінің бірі. Әрбір дәнекті қаптап тұратын жасыл түсті жұқа қабықша кукурубиттин деп аталатын амин қышқылы. Бұл зат ішек паразитін жансыздандырады және олардың тез жойылуына ықпал етеді. Ішек құрттарын түсіретін дәрі дайындау үшін бір уыс асқабақ тұқымын ұсақтаңыз, міндетті түрде жұқа қабықшасы болуын қадағалаңыз. Үстіне аздап су мен бал қосыңыз. Дайын болған қоспаны аш қарынға бір шай қасықтан қабылдау қажет. Сіздермен бірге болған мен Мадина. Тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Алла разы болсын.